акустикалық кештерді ұйымдастырып жатырық. Барлығы әзірше ойдағыдай өтіп жатыр. Бұл концерт үлкен деңгейде өтті. Бізде әр мұғалімнің бір олимпиадаға немесе ғылыми жобаға барады, осы ғылыми жобаны ұтып келе алады деген баласы, оқушысы әрдайым табылады. Мектебің жайлы не айта аласыз дедім. Және де Басынан басты. Я аняға қарама. А то оқып отқан сияқты оқып қалады. Құдайды не дейтін? Бұл біздің мектептің спорт, осындай үйірме жақтарынан да дамығанын көрсете алады. Болды негізі? Қысқа. Бір ғасырлық тарихы бар мектеп алғаш 1919 жылы Ленин атында ашылды. Қайырлы күн көрермен, бүгін біз Абай атындағы 3 тілде оқытылатын, дарынды балаларға арналған мамандандырылған сыныптары бар мектепке келдік. Ендеше бұл мектептің басқа мектептерден қандай айырмашылығы бар екен? Мектеп президентімен бірге көрейік. Құрметті көрермен, қазір біз Абай атындағы 3 тілде оқытылатын дарынды балаларға арналған мамандандырылған сыныптары бар мектептің президенті Тәуекелұлы Бақдәулетпен сұхбат құратын боламыз. Бақдәулет, сәлем, қош келдің. Қайырлы күн. Көргеніме қуаныштымын. Бақдәулет, енді сені мектеп президенті деп таныстырып жатырмыз ғой. Өзіңді көрермендерге басқаша қалай таныстырасың? Мен толық аты жөнім Тәуекелұлы Бақдәулет. Осы Абай атындағы дарынды балаларға арналған мектептің 10-шы сынып оқушысы және де президенті болып табыламын. Бір ғасырлық тарихы бар осындай үлкен дәрежедегі мектептің президенті болу оңай нәрсе емес. Мектеп талаптары, өз ережелері бар. Сонымен қатар мектеп президенті болғаннан кейін бар жауапкершілік өзіңде. Не себепті мектеп президенті болуды қаладың? Өткен оқу жылында мен өз кандидатурамды ұсынған болатын президент болу үшін. Және ол жерде мен дауыс жинау бойынша 85 дауыс жинап, 5-ші орынмен спорт министрі қызметін алдым. Және осы парламентте бір жыл бойы жұмыс істедім. Оның ішіндегі процесстерді көрдім, оның қызығында, қиыншылығында көрдім және өзіме алдыға мақсат қойдым. Яғни мен келесі жылы президент боламын. Осының бүкіл жүкті өзім мойныма аламын және де осы жылы 213 дауыс жинап президент сайланды. Барлығы әзірше ойдағыдай өтіп жатыр. Мектеп болғаннан кейін арнайы адамдармен команда болып жұмыс жасайсыңдар. Осындай кезде жоспарлар құрылады. Жалпы алдағы уақытқа қойған жоспарларыңыз бар ма? Қандай іс-шаралар өткізіп жатсыздар? Бізде алдыға жоспар құрылған. Және де біз осы мамандық таңдауға көмектесетін профессионалдықтарды және де осы 10-шы, 11-шы және 9-шы сынып оқушыларына болашаққа мамандық таңдауына және де осындай шетелге түсемін деген оқушыларға тренинг ұйымдастырғымыз келіп отыр. Және де алда бізде стендап деген секілді, КВН секілді өзіміздің әр жыл сайын ұйымдастырып жүрген шараларымыз бар, соларды ұйымдастырамыз. Осы күні кеше бізде акустика кеші аяқталған болатын. Біз 125-ші high school, Ниш және де Мансап деген 4 мектеп осы қосылып, үлкен бір концерт ұйымдастырған болатынбыз. Сол концертте біз 200-ден астам оқушыны жинап, соған әр мектеп өзінің 6 әншісін әкеліп, 2 сағаттық жастар орталығында концерт берген болатынбыз. Бұл концерт үлкен деңгейде өтті. Тамаша, енді білім сапасына келсек, сіздерде сынып комплекттері өте көп. Сонымен қатар білікте де білімді үздік ұстаздар да болу керек. Жалпы үздік ұстаздар бар ма? Білім сапасын қаншалықты бағалайсың? Осы жылы бізде облыстық дарын ғылыми жоба және олимпиадалары болды. Енді бізде көптеген оқушылар осы орнына келіп жатыр және оның ұстаздары марапатталып жатыр. Мысалға, Амина деген қыз, ол облыстық олимпиададан ағылшын пәнінен 3-ші орын әкелді, біздің мектептің атынан шығып. Енді облыстық олимпиадаға 20-дан астам оқушы қатысты. Бөліп жарып айтатындай мұғалімдер жоқ, барлығы бірдей ақылды, өзінің оқушыларына деген құштарлығы мол. Және де оны біз осы олимпиадаға барып жатқан, ғылыми жобаға барып жатқан оқушылар арқылы білуімізге болады. Ағылшын тілі мұғалім болсын, орыс тілі мұғалім болсын, математика мұғалім болсын. Бізде әр мұғалімнің бір олимпиадаға немесе ғылыми жобаға барады, осы ғылыми жобаны ұтып келе алады деген баласы, оқушысы әрдайым табылады.
Мектептеріңіз барлық жағынан жақсы дамыған екен, жан-жақты дамыған. Енді осы орайда қосымша білім беру орталығы немесе арнайы үйірмелер бар ма? Біздің мектепте волейболдан, футбол, баскетбол, қазақ күресінен, бокстан, шахмат, тағы да басқа үйірмелер бар. Мектептеріңізде дәстүрлі қандай іс-шаралар өткізіліп жатыр? Біздің мектептің дәстүрге айналған іс-шаралары өте көп. Ол мысалға қыз сыны, жігіт сұлтаны деген секілді бізде әр жыл сайын 9-шы, 10-шы, 11-шы сыныптарда қыз сыны мен жігіт сұлтаны өтеді. Ол біздің осы акцияларымызда өтеді. Жігіттер келіп өз өнерлерін, қыздар келіп өз өнерлерін көрсетеді. Және де біздің мектепте жыл сайын жыл үздіктерін білім арқылы сынап отырады. Жылдың қорытындысында ең үздік оқушыны шығарады. Мен естуім бойынша бір кездері бірінші сыныпқа келген балалар саны өте көп болып, бірінші сынып оқушылары 21 сыныпқа дейін жетіпті. Расымен жыл сайын осындай көп бала келе ме? Біздің мектеп үнемі бірінші орында тұрғаннан кейін біздің мектепке көп деп жыл сайын оқушылар келеді. Және де сыныптардың 21 санына дейін өсуі ол біз үшін қалыпты жағдайға айналды десек те болады. Мектеп президентінің бойынан табылатын 5 қасиетті атап өтсең, және өзіңнің бойында қандай қасиеттер табылады? Президенттің бойынан табылу керек бірден бір қасиет ол жауапкершілік. Қарапайым іс-шараларын жасағаннан кейін ол іс-шараға өзің барыңды беріп жасауың керексің. Себебі оны оқушылар күтіп отырады. Мысалы, күзгі бал, жаңа жыл, осы акустика деген кештер жасағанда біз әр оның деталіне біз өзіміз жауапкершілігімізді қоямыз. Себебі оқушылар оған бір керемет көңіл-күймен барады, және олардан керемет көңіл-күймен бізге рахметін айтып қайту керек. Президенттің бойынан еңбекқорлық, ізденімпаздылық және үнемі позитивте жүру қасиеттер табылу керек. Рахмет, тамаша. Бүгінгі сұхбатымыз өте қызықты болды деп ойлаймын. Енді кезекті 5 таңдауға берсек. Қазір мен саған 5 таңдау беремін, жүрегің қалаған нәрсені таңдайсың. Абай мектебі немесе басқа мектептер? Абай мектебі. Тұлға болу немесе тұлға болу жолында еңбектену? Тұлға болу жолында еңбек ету. Қазақ әдебиетінің кітаптары немесе орыс әдебиетінің кітаптары? Қазақ әдебиетінің кітаптары. Іс-шаралар немесе жарыстар? Іс-шаралар. Ұйымдастырушы немесе қатысушы? Ұйымдастырушы болу. Тамаша, рахмет көп. Құрметті көрермен, бүгінгі біздің сұхбатымыз өз мәресіне жетті. Бүгінгі сұхбат қызықты әрі пайдалы болды деп ойлаймын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.